Қайда баратсың? Египет. Тамақ көп болса осы таңдап жүресің. Өз қолыммен Каир қаласына жолға шығып бара жатырмын. Менің де бір басымды ашып қарайтын адам керек қой. 10 күннің 10 күнінде 10 түрлі видео жасауға тырысатын боламын. Аллаға шүкір, біздер семьямызбен Египетке бара жатырмыз. Алғашқы барлығымыздың, бесеуміздің алғашқы саяхатымыз. Бұйырса, Алла осы жақсы демалыс болып, жақсы демалып келеміз деген ойдамын. Seen a lot of change, been through a lot of things. Қайда баратсың? Египет. But all will be okay. I move on each and every day. Тек қана біздер алдық. Проезд передаем. Проезд передаем. Проезд передаем. For the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say Египетке дейін жол 4,5 сағат алды. Ұшу жағы жақсы болды. Балалар да ойнап, тамақ ішіп, жақсы келді. Тамақ демекші, кәдімгідей тамақ, сусындар беріледі. В общем, жолда қарын ашқан жоқ. Добро пожаловать в аэропорт города Шарм-эль-Шейх. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 36 градусов. Для вашей безопасности просим оставаться на своих местах до полной остановки самолета. Аллаға шүкір, Шарм-эль-Шейхке келдік. Алғаш Египетке келген кезде осындай кезекпен өтіп, бланка аласыз. Бір адамға бір бланка береді. Бірақ көбірек алып алыңыз. Шатассаңыз, кер кезекте тұрмас үшін. Мына очередьтің барлығы регистрация үшін ең бірінші Египет еліне келген кезде осы жерден регистрация өту керек болады. Бұл жерде Selfie Travel, Fansan, неше түрлері бар. Барлығы осылай очередьке тұрады да. Бұл жерде регистрация қағазын қазір осы видеоға тіркеп кетемін. Дым қиындығы жоқ. Ручкаңыз болса болды. Егер ручкаңыз болмаса, бұл жерде египеттік адамдар сізден көбірек ақша алып қалуы мүмкін. Мысалға $5, $10 толтырып беремін деп, сізден ақша ойнатып қалуы мүмкін. Сондықтан ең бастысы ручка ала келіңіздер және баратын отеліңізді жазасыз, өзіңіздің атын жөнін жазасыз, болды. Дым қиындығы жоқ. Өзіңіз де толтырсаңыз болады. Міне осындай миграционный бір қағаз толтырамыз. Дым қиындығы жоқ. Өзіңіздің фамилияңызды жазасыз, туған жылыңызды, сосын паспорт номерін жазасыз, қай гостиницаға барып жатсыз, соны жазып жіберсеңіз болады. Мына жерге туризм деген жазасыз, сосын Sinai only дейсіз. Артынан виза алып, Каирға немесе басқа пирамидаларға барғыңыз келсе, онда артынан виза алуға ешқандай проблема жоқ. Әзірге осы регистрацияны өтесіз де гостиницаңызға бара бересіз. Шағын паспортный контрольден өткен соң есік алдына шықтық. Бұл жерде бізді ең бірінші Шарм-эль-Шейхке келген кезде регистрация барлығынан өтіп болғаннан кейін дәл осы жерде бүкіл сіздің тур фирмаларының адамдары тұр. Фансити болсын, басқалары, Колор, Калор, осылай аттарын айтып тұрады. Жақындайсыз, сізге автобус номерін айтады. Сол автобусыңызға барасыз да, отырасыз да, ары қарай отеліңізге барасыз. Жаңа біздің Fansan деген сет болды, тур агентство ма сондай. Бізге айтты, сол жақта 514 деген автобусға барып отырасыз деді. Соған барып отырамыз. Қазір бізде өзіміздің отелімізге дейін аэропорттан
тегін жеткізетін болады соңғы жерге, солай жетіп алатын боламыз. Номер жағынан қорықпасаңыз болады, машинаның номері арабша жазылғанмен, дәл осылай біз түсінетін цифрмен де жазылады. Осындай автобустың тауып аласыз да, соған келіп мініп отеліңізге дейін жетіп аласыз. Автобусымыз тек бізді ғана емес, тағы да біз сияқты туристерді де салып алды. Біз сияқты туристерден бөлек, бұның ішінде жүргізуші және осындай гид отырады, орысша сөйлейді, орысша түсінеді. Ешқандай кондермен автобус жақсы екен. Тек біздің баратын отеліміз бірінші болса, бірінші ретте тұрса, біздер сразу түсеміз деген сөз. Ал егер біздікі ең соңынан бізді түсіретін болса, онда ең соңынан және жайырақ барамыз деген сөз. Бірақ бізде отельге орналасу уақыты сағат 2-де негізінен, бірақ ертерек барсаң да кіргізе береді, номерлер бос болса. Қазір көреміз. Египет уақытымен сағат 10-ға 3 минут қалды. 10-ға 3 минут қалғанда шықты. Қазір көреміз. Неше минут отельге дейін жүретінімізді. Ассаламу алейкум. Уалейкум. Так, меня зовут Мухаммад Рауф, вашим сопровождающим гидом. Бұл гидтің әңгімесі сақ болыңыздар дегендей әңгіме ғой. Алдайды кейбіреулері, турға барғанда сақ болыңдар, базарда саудаласу керек дегендей шап-шағын нұсқаулықтарды беріп отырды. Егер сіздің отеліңіз соңғы болса, осылай ұзақ жүресіз. 1 сағаттай жүріп, жеттік отелімізге. Отельге кірген бойда бізді осындай әртістер қарсылап алды. Аздап билеп алдық. Негізінен Египеттегі барлық отельдерде орналасу уақыты 2-де. Егер сіз ерте келсеңіз, тіпті таңғы 8-де келсеңіз де, сіз емін-еркін отельдің барлық мүмкіндіктерін қолдана бересіз. Бассейн, аквапарк және ресторандарында сусын сататын барлар бәрін қолдана беруіңізге болады. Тек ресепшннен тіркеліп алсаңыз болды. Қолыңызға браслет тағып береді, и вуаля, сіз осы отельдің қонағысыз. Биледік, суға түстік, енді түскі асқа кірісейік. Осы Пик Альбатрос Лагуна Виста деп аталатын отельде 12 бассейн бар. 5 ресторан бар. Оның 4-еуі тегін, біреуі а-ля карт дейді. Ол дегеніңіз, сіз осы отельде 7 күннен көп тур алсаңыз, сізге сол 7 күннің бірінде кешкі ас ішуге болады. Сондай рестораннан. Оны алдағы серияларда толықтырып сіздерге айтамын. Сондықтан каналға тіркеліп алыңыздар, достар. Дәл қазір бізде түскі ас, мында овощтар тұр, тамақтар тұр. Мына жақта тәттілер, және салаттың түр-түрі бар. Мына жерде соусына дейін неше түрі тұр. Және жақта шай. Кофе, чай, кофеварка мына жерде барлығы бар. Бұл жерде мынандай соктарды үстінен басасында іше бересің. Тоже жақсы. Тамақтардың мына жерде неше түрі бар. Ең жақсы осы шашлик сияқты осысы. Мына жағында нан, тәтті нан, сондайлар бар.
Бұл жерде салат, шағын салаттар. Бұл жерде 3 түрлі суп бар. Су ішіп алуға болады. Бұл жерде суға піскен осындай тауық, неше түрлісі бар, пюре және салаттар бар бұл жерде. Отырғыштарына деген кішкентай да анандығы. Тіпті балаларға арналып жасалған. Қазір мен тек бір жағын көрсеттім, қазір мен сіздерге екінші жағын көрсетем. Екінші бөлмеге осылай барады, екінші бөлмеге. Бұл жақта да өзінің бөлек тамақтар бар. Бұл жақта да отырып ішуге болады. Мына жерде салаттар, неше түрлісі бар, колбаса, кішкене өзгеше түрлері бар екен. Екі жақта да салқын, кондиционер ұрып тұр. Мына жерде пицца пісіріледі. Дәл осылай пісіріледі екен. Сондай мейірімді де поварларда ешқандай неше жоқ. Түсірмей анау деп жатырған жоқ. Мына жерде қайнатып пісіріп жатыр екен. This is very good. Мына осындай тамақтар бар. Мына жақта дайындалып та жатыр. Бұл жақта адамдар жеп те жатыр. Көріш, ар жағында көрдіңіздер, фриға дейін неше түрлісі барлығы. Мына жерде кісілерге кедергі болмай, жайлап өтіп кетейін. Көрдіңіздер, тамақ, балық. Тамақтың неше түрлісі бар. Бұл екінші ресторан. Мына жерде дәл банағы жақтағыдай, бірінші жақтағыдай осылай чайник, чай, кофе. Мына жерде кофенің көрдіңіздер, неше түрлісі бар. Осы кофе варкымен. Мына жақсы, мына жерде 2 кофе варка тұрда. Очередь болмай. Ана жақта екіншісі бар. 3 кофе варка бар. Смело алып, мына жерден іше беруге болады. Соктың да түрлері бар. Сок алдынан мына жерден басып іше берді. Пепси, Маринда, Пепси, мындай неше түрлісі бар. Осы келіп сұрайсың, стакандар барлығы таптады. Осы құйып бер десең құйып береді. Және ондай трубочкалар бар. Барлығы таптаза. Сосын тағы бір жақсы, сен ішіп болғаннан кейін дәл осылай міне тазалықшылар келіп тазалап тез-тез жинап тастайды. Мына жерде тәттілер бар тағы да. Дәл жаңағыдай, тек одан да мықты неше түрлі пақпалар, тәттілер бар. Hello guys. Бұл жақта бір жақсы сок, сондай лимонад дегендерді өздері құйып әкеліп тек қазір сіздерге көрсетемін қандай болатынын. Тұрып керек емес, тұрмайсың да, отыра бересің. Там өздері әкеліп құйып береді. Міне, мысал үшін, міне дәл осындай. Сок, лимонад, неше түрлісі, соус барлығы бар. Ытысымен, неше түрлісімен, және мұздымен, бәрімен әкеліп өзі просто құйып береді. Мықты да, күшті. Алдында іштің, рахат. Жаңа ғана мына жақтан шықтым, осы жерден. Бірінші көрсеткен ресторанның алды, осы жерден де отырып ішуге болады, бірақ күндізгі обед уақытын бұл жерден ішу кішкене ыңғайсыздау, себебі көлеңке болса да бұл жерде ыссы. Екіншісі міне, екіншісінің дәл алды тоже осылай. Бұл жерде ең жақсы таңғы ас пен кешкі ас ішсең әдемі болады деп ойлаймын. Және мынандай бір салқындатқыш бар. Бу айдап тұр. Бірақ ол Египеттің именно осы Шарм-эль-Шейхтің қатты ыстылығына қатты көмектесіп жатырған жоқ. Және төбеде мынандай вентиляторлар бар. Мына жақта да бар вентилятор. Олар да қатты көмек беріп жатырған жоқ. Бірақ біз жерде таңғы ас пен кешкі асты көреміз. Кешкі ас әдемі кетеді деп ойлаймыз. Түскі астан соң номерге орналасу уақыты болды. Негізі бізде 2 бөлек комната болатын. Мен YouTube блогермін деп едім, сізге бір үлкен номер береміз деді. Family room'ды алатын болдық. Балалармен келген соң бөлек жатпай бір жерде болайық деген ойғы бізде. Администрациясына және осы отельдің басшысына рахмет. Номер беріп және осындай көлік берді ғой апарып тастауға. Қазақстан. Завтра. Ид, завтра. В общем, жаңа регистрация жасадық, содан кейін мына жаққа келдік, қазір family room'ға бара жатырмыз. Әйтеуір сөйлесіп, сөйтіп, жақсы бір номер берді. Енді айтуы бойынша қазір көреміз қандай екенін. Reception ресторан. 4 ресторан. Один ресторан на море, окей? Снэк, окей? Бесін комната. Ашық тұр ғой. Так, осындай номер. Кроваттар. Мына жерде диваны бар.
Мына жақта бір номер бар. Жататын. Так, кондер қосылып тұр. Және мына жақта екінші ванна. Туалет жуыну бөлмесі. Family room. Керемет. Жақсы, өте керемет. Және мына жақта балконы бар екен. Балкон дворға қарайды. Отелімізге орналасып болып, балалар аквапаркіне бардық. Бұл жерде үлкендерге де арналған үлкен аквапарк те бар. Оны алдағы видеода толық көрсетемін. Бір ғана майсыңыз, бұл олдап. Ложка или нет? Ложка оттуда, да? Рахмет, брат. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мына қасық аламыз. Бір-бірден қасық аламыз. Осы Египеттің ең мықты жері ол Қызыл теңіз. Мынандай құмала сияқтыларды көп кездестіруге болады. Бұны басында ойлап қаласың, құмыра деп. Бұл құмыра емес, бұлардың барлығы мусор салуға арналған шелектер. Іштеріне мусор салады. Толып тұр. Пляждың айналасының барлығында толып тұр. Кейбіреулерінде мынандай тесік жасап қойған жанына. Ал пляжға осы жер арқылы барамыз. Алғаш рет Қызыл теңізге түсуім. Өмір балықтар толып жүр. Соның бәрін жеп жүр. Қытан. Егер тереңдеу жеріне бару керек болса, осымен жүріп, ана жерден түсуге болады. Осы жерде суға түсетін жер бар. Соған келе жатырмыз. Қазір көреміз. Бұл жер қатты терең емес сияқты, қытай балаларға дейін жүр. Судың астын қарап отыр барлығы. Көрейік қандай қызық бар екен. Кейбіреулері алысқа дейін барады екен. Ал біздің жатқан отельдікі осы жерге дейін келеді екен. Бұл жер тап-таза. Асты қарауы жоқ, сондықтан осы жерде суға түсуге болады. Қызыл теңізді бірінші рет көрген бізге керім болды. Кешке дейін теңізге түстік. Балаларға және жүзу білмейтіндерге құтқару жилетін береді. В общем, керемет. Барлығы ойластырылған. Дәл қазір ужинға келе жатырмыз. Көреміз ужин қалай болатынын. Мықты египетский тамақтар жеп көру керек. Алла оқса. О, менің бажам жоқ, бажам. Бажуха. Қазір бажамды кездестіріп қалдық. Чисто случайно оларда осы лагунаға, Альбатрос лагунаға алған екен. Олар 7 күн бойы бірге боламыз. Солардың семьясымен, как раз олар 2 баламен, біз 3 баламен. Барлығымыз 9 адам болып, қазір осы жерде отырып ужин ішейін деп жатырмыз. Алдын ала келіскен жоқпыз. Біздер осылай болып қалып, олар Атырау арқылы келген екен, біздер Орал арқылы келдік. Дәл осында келіп кездестік қой. Олар да бүгін келді, біздер де бүгін келдік. Бүгін бірінші күн туралы видеоның кешкі асы. Қазір
алда тағы да неше түрлі ойлар бар. Көреміз сол жақта видеоға түсірсе, видеоны түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Ужинді көрсетеміз сіздерге қандай екенін. Өзіме де қызықты. Қазір барып алып келіп сіздерге көрсетемін. Кеспе ішем бе деп едім, кеспе что-то ыңғайсыздау екен, бір түрлі екен. Вегетарианстардан алған ба, кілең шөп сондай. Бесеуі де сондай екен, сондықтан басқа бір тамақ қарастырып көру керек. Ертең жақсы бір сорпа болатын шығар. Бүгін көректен жеуге болатын. Тамақ көп болса осы орашын таңдап жүресің. Не жесем екен деп. Ана жақта еще екінші ресторан бар. Қазір көреміз. Мынандай неше түрлі тамақтар тұр. Бәрінен кішкентай-кішкентайдан салып жейтін боламын. Міне мынандай микс салып алдым. Бұның ішінде балық бар, горох бар, жұмыртқаға дейін бар. Даже кейбірінің атын білмеймін. Мысалы үшін мынаның атын білмеймін не екен. Не болса да жеп көреміз. Иә, тамақ енді шынымен өте көп. Көзбен тойып қаласың ғой. Осындай үлкен телевизордан футбол қарауға болады. Және осындай бір шағын концерт болды жаңа. Концертте қарауға болады. Басында айтып едім ғой, естеріңізде ме? Осы Peak Albatros Laguna Vista деген отельде 12 бассейн бар деп. Соның бәрін кешкісін осындай адамдар тазалайды екен. Hello bro. How are you? What are you doing? Speak Russia? English. Russia? Русский? Floor, clean the floor. Clean. Color, anything. Very good. Міне осылай кеште болса да осылай барлығын тазалайды екен мына жерлерінде. Clean дейді, тазалап жатыр барлығы. Бассейндер лас болады дегендері барлығы өтірік. Дәл осылай түнделік болса да тазалап қояды. Келесі күні таңертең сіздер бассейнге келіп түсетін кезде бұл бассейн тап-таза болып тұрады. Себебі осындай адамдардың арқасында тап-таза бассейнде шомыламыз. Осындай нотымен, осындай әдемі кешті осылай түйіндейміз. Біздің Египеттегі Шарм-эль-Шейхтағы алғашқы түніміз осымен тамам. Алла қаласа бұйырса 10 күннің 10 күнінде 10 түрлі видео жасауға тырысатын боламын. Шарм-эль-Шейхтағы, яғни Египеттегі 10 күнім деп. Соның бүгінгі бірінші күні осымен тамам. Ертеңгі видеода сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Барымша қызықты етіп түсіруге және барлығын сіздерге көрсетуге тырысатын боламын. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып, достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер.